Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Мен Шахтиев қаласы Әлихан Бөкейханов атындағы мектеп лицейінің педагог зерттеуші санатындағы бастауыш сынып мұғалімі Төлек Бақытгүлмін. Бүгінгі менің тақырыбым қосынды және айырма мәселесі бойынша логикалық есептерді шығару. Қосынды және айырма мәселесі дегеніміз не? Екі санның қосындысы және айырмасын білгенде, осы екі санды табу мәселесі қосынды және айырмасы мәселесі деп аталады. Мұндай есептер екі түрлі тәсілмен шығаруға болады. Бірінші, кіші санға теңестіру тәсілі, екінші, үлкен санға теңестіру тәсілі арқылы шығаруға болады. Мысалы, қарбыз бен қауынды бірге өлшегенде 16 килограмм болды, жеке өлшегенде қарбыз қауыннан 4 килограмм ауыр болды. Қарбыз қанша килограмм, қауын қанша килограмм? Бірінші тәсіл, кішіге теңестіру тәсілі арқылы шығарсақ, 16-дан 4-ті азайтсақ 12, 12-ні 2-ге бөлсек 6, яғни қауын 6. 6-ға 4-ті қоссақ 10, немесе барлық сан 16-дан 6-ны азайтсақ 10, қарбыздың 12-ні көруге болады. Екінші тәсіл, үлкенге теңестіру тәсілі. 16-ға 4-ті қосамыз 20, 20-ны 2-ге бөлсек 10, қарбыздың 12-ні көруге болады. Қарбыздан 10-нан 4-ті азайтамыз 6, немесе 16-дан 10-ға азайтамыз 6. Бұл жерде қауынның 6 килограмм, қарбыздың 10 килограмм екенін көруге болады. Бірінші тапсырма. Мектептегі жазғы лагерьге 3-ші сыныптардан 76 оқушы қатысты. Мұндағы ол оқушылар саны қыз оқушылар санынан 6 оқушыға артық болса, онда лагерьге неше ұл, неше қыз оқушы қатысты. Бұның шешуінде бірінші тәсіл кішіге теңестіру тәсілі арқылы шығаратын болсақ, 76-тан 6-ны азайтамыз 70, 70-ті 2-ге бөлсек 35, 35-ке 6-ны қосамыз 41, немесе 76-тан барлық оқушының санынан 35-ті азайтамыз 41. Екінші тәсіл үлкенге теңестіру тәсілі арқылы шығаратын болсақ, 76-ға 6-ны қосамыз 82, 82-ні 2-ге бөлеміз 41. 41-ден 6-ны азайтсақ 35, немесе 76-тан 41-ді азайтсақ 35. Бұл жерде біз ұлдардың санының 41 екенін, қыздардың санының 35 екенін көруге болады. Екінші тапсырма. А, В, С 3 санның қосындысы 300. А саны В санынан 50-ге үлкен, В саны С санынан 20-ға үлкен. А саны қанша? Бұл есептің шешуінде біз бағана алдындағы есептерде екі санды теңестіру болса, мұнда бізде 3 сан. Сондықтан біз екінші санды кіші санға, бірінші санды А-ны ең кіші С-ға теңестіріп алуымыз керек. Ол үшін 50-ге 20-ны қосамыз 70. Енді 300-ден азайтамыз 70-ті, азайтамыз 20-ны 210. 210-ды 3-ке бөлсек 70. 70-ке 20-ны қоссақ 90, 90-ға 50-ді қоссақ 140. Бұл жерде С 70, В-ның 90, А санының 140 екенін көруге болады. Екінші тәсіл үлкенге теңестіру тәсілі арқылы шығаратын болсақ, 50-ге 20-ны қоссақ 70, 300-ге 70-ті қосамыз, оған 50-ді қосамыз, сонда 420. 420-ны 3-ке бөлетін болсақ 140. 140-тан 50-ді азайтсақ 90. 90-нан 20-ны азайтамыз 70. Үшінші тапсырма. Екі жәшікте 95 килограмм алма бар. Бірінші жәшіктен 5 килограмм алманы екінші жәшікке салғанда, бірінші жәшікте әлі де 3 килограмм алма артық болды. Әр жәшікте қанша килограмм алма бар? Бірінші кішіге теңестіру тәсілі арқылы шығаратын болсақ, 95-тен 3-ті азайтамыз 92. 92-ні 2-ге бөлеміз 46. 46-ға 3-ті қоссақ 49. Сонда бірінші жәшікте 49, екінші жәшікте 46 екенін көруге болады. 95-тен 46-ті азайтсақ 49. Екінші тәсіл үлкенге теңестіру тәсілі арқылы шығаратын болсақ, 95-ке 3-ті қосамыз 98. 98-ді 2-ге бөлеміз 49. 49-дан азайтамыз 3-ті 46, немесе 95-тен 49-ды азайтамыз 46. Яғни бірінші жәшікте 49, екінші жәшікте 46 килограмм алма бар екенін көруге болады. Келесі 4-ші тапсырмамыз. Берікте
алма бар. Саяда 6 алма бар. Берік саяға қанша алма бергенде екеуінің алмалар саны тең болды. Шешуін. Бірінші кішіге теңестіру тәсілі арқылы шығаратын болсақ, 16-тан 6-ны азайтамыз, 10. 10-ды 2-ге бөлсек 5. 6-ға 5-ті қоссақ 11. Екінші үлкенге теңестіру тәсілі арқылы шығаратын болсақ, 16-ға 6-ны қосамыз 22. 22-ні 2-ге бөлсек 11. 11-ден 6-ны азайтсақ 5. Яғни 5 алма бергенде екеуінің алмалар саны теңеседі. Келесі 5-ші тапсырма. Үшбұрыштың екінші қабырғасы бірінші қабырғасынан 11 см артық. Бірақ үшінші қабырғасынан 10 см кем. Егер үшбұрыштың периметрі 74 см болса, екінші қабырғасының ұзындығы қанша сантиметр? Бұнда шешуінде бірінші сантиметр, екінші сантиметрдің 10 бар, үшінші сантиметрдің 12-ні көріп тұрмыз. Яғни периметрі 74. Бірінші кішіге теңестіру тәсілі арқылы шығаратын болса, мұнда үшінші кесіндіні бірінші кесіндіге теңестіруіміз керек. Яғни 11-ге 10-ды қоссақ 21. Енді 74-тен 11-ді азайтамыз, және 21-ді азайтамыз. Сонда 42. 42-ні 3-ке бөлсек 14. Яғни бізге бірінші кесінді 14. 14-ке 11-ді қоссақ 25. Яғни екінші кесіндіміз 25. 25-ке 10-ды қоссақ 35. Бұл үшінші кесінді. Енді үлкенге теңестіру тәсілі арқылы шығаратын болсақ, бұл жерде біріншіні үшіншіге теңестіруіміз керек. 11-ге 10-ды қосамыз 21, 74-ке 21-ді қосамыз және 10-ды қосамыз 105. 105-ті 3-ке бөлсек 35. Яғни бізде үшінші кесінді 35. 35-тен 10-ды азайтамыз 25. Екінші кесінді бұл. 25-тен 11-ді азайтсақ 14. Яғни бұнда да бірінші кесінді 14, екінші кесінді 25, үшінші кесіндінің 35 екенін көруге болады. Келесі біздегі 6-шы тапсырма. Асқар 5000 теңгеге бір дәптер, бір кітап, бір карта сатып алды. Кітап дәптерден 600 теңгеге қымбат, ал карта кітаптан 800 теңгеге қымбат. Дәптер, кітап, картаның әрқайсысы қанша теңгеден? Бұнда бірінші кішіге теңестіру тәсілі арқылы шығару үшін 600-ді 800-ге қосамыз 1400. 5000-нан 1400-ді азайтамыз, одан 600-ді азайтамыз. 3000. 3000-ды 3-ке бөлсек 1000. Яғни бізде дәптер 1000 теңге. Енді 1000-ға 600-ді қоссақ 1600. Бұл кітаптың бағасы. 1600-ге 800-ді қоссақ 2400. Бұл картаның бағасы. Енді екінші үлкенге теңестіру тәсілі арқылы шығаратын болсақ, 600-ге 800-ді қоссақ 1400. 5000-ға 1400-ді қосамыз, оған 800-ді қосамыз 7200. 7200-ді 3-ке бөлсек 2400. Бұл картаның бағасы. 2400-ден 800-ді азайтамыз 1600. Бұл кітаптың бағасы. 1600-ден 600-ді азайтсақ 1000. Бұл дәптердің бағасы. Міне осылай шығаруға болады екен. Келесі 7-ші тапсырмамыз. Екі санның қосындысы 444-ке тең. Ал үлкеніне кішісінің айырмасы 60. Осы сандарды тап. Бірінші кішіге теңестіру тәсілі арқылы шығаратын болсақ, 444-тен 60-ты азайтамыз 384. 384-те 2-ге бөлеміз. 192. Яғни кіші сан бізде 192. 192-ге 60-ты қоссақ 252. Яғни үлкен сан 252. Сонда кіші сан 192, үлкен санымыз 252. Енді осыны үлкенге теңестіру тәсілі арқылы шығарсақ, 444-ге 60-ты қосамыз 504. 504-те 2-ге бөлсек 252. Бұл үлкен сан. Енді 252-ден 60-ты азайтсақ 192. Бұнда да кіші санның 192, үлкен санның 252-ін табуға болады. Келесі 8-ші тапсырмамыз. 3 қорапта 180 алма бар. Бірінші қорапта қанша алма болса, екінші қораптағы алма саны үшінші қораптағы алма санынан соншаға артық. Бірінші қораптағы алма саны үшінші қораптағы алма санынан 40-қа артық болса, әр қорапта қанша алма бар? Бұнда бұл жерде біз алдымен екінші қораптағы алма санының
бірінші және екінші қораптағы алма санына тең екенін көруге болады. Сондықтан, яғни екінші қораптағы алма барлық алманың жартысы. Яғни 180-нен жартысы 90 деген сөз. Сонда 180-нен 90-ды азайтамыз, 90. Яғни бұл бірінші және үшінші қораптан алмасы саны 90 деген сөз. Ендеше біз қазір бірінші мен үшінші қораптарды теңестіру арқылы есепті шығаруға болады. 90-нан азайтамыз 40-ты, оны 2-ке бөлеміз 25. Яғни бізде үшінші қорапта 25 алма деген сөз. 25-ке 40-ты қосамыз 65. Бірінші қорапта 65 алма бар екенін табамыз. Екінші үлкенге теңестіруге тәсіл арқылы шығарсақ та 180-нен 90-ды азайтамыз екінші қорапта, яғни 90. Сонда бірінші және үшінші қорапта 90 алма деген сөз. 90-нан 40-ты қосамыз, оны 2-ке бөлеміз 65. Яғни бізде бірінші қорапта 65 алма бар. 65-тен 40-ты азайтамыз 25. Сонда бізде бірінші қорапта 65, екінші қорапта 90, үшінші қорапта 25 алма бар екенін көруге болады. 9-шы тапсырма. Асан, Арман, Ақзере үшеуінде 270 теңге бар. Асан Арманға 20 теңге берді. Ақзере Арманға 17 теңге бергесін, үшеуіндегі ақша бірдей болды. Онда басында Ақзереде неше теңге болған? Яғни, бұл жерде де теңестіру тәсілі арқылы шығарамыз. Алдымен 17-ге 20-ны қоссақ 37. 270-тен 37-ні азайтамыз, тағы да 37-ні азайтамыз. 270 бұл жерде барлығы, бізде 37 міне мынау жердегі 37-ні азайттық, одан кейін мынау 37-ні азайттық. Енді бір Асанның 20 теңгесін азайттық, және Ақзеренің 17 теңгесін азайту арқылы біз үшеуін теңестірдік. Сонда 159. 159 3-ке бөлсек 53. Яғни Арманда 53 теңгесі бар деген сөз. Енді 53-ке 37-ні қосамыз, және 17-ні қосамыз. Мына 37-ні қосамыз, және 17-ні қосамыз. Сонда 107. Бұл Ақзеренің ақшасы. Енді 53-ке 37-ні қосамыз, және 20-ны қосамыз. Сонда 110. Бұл Асанның ақшасы. Сонда Арманда 53 теңге, Ақзереде 107 теңге, Арманда, Асанда 110 теңге бар екен табуға болады. 10-шы тапсырма. Жанар мен Әділет 1600 ойыншық жасады. Егер Жанар Әділеттен 120 ойыншық артық жасаған болса, онда әрқайсысы қанша ойыншықтан жасады? Бұнда бірінші кішіге теңестіру тәсілі арқылы шығарсақ, 1600-ден 120-ны азайтамыз. 1480. 1480-ді 2-ге бөлеміз 740. Яғни кішісі 740. 740-қа 120-ны қоссақ 860. Енді екінші үлкенге теңестіру арқылы шығарсақ, 1600-ге қосамыз 120-ны 1720. 1720-ны 2-ге бөлсек 860. Үлкені 860. 860-тан 120-ны азайтамыз 740. Сонда біреуі 740 ойыншық, екіншісі 860 ойыншық жасағанын көруге болады. Назарларыңызға рахмет.